Қайырлы күн, Қайым студиясының көрермендері. Бізде бүгінгі республикалық конференцияның кезекті қонағы Абай атындағы ғылыми институттың директоры Жандос Мағазбекұлы келіп отыр. Жалпы бүгінгі осы республикалық конференцияның мән маңызы жайлы бірер сөз тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Бүгінгі өтетін конференцияның маңызы ерекше. Өйткені бұл біздің осы қазақ әдебиеті тарихындағы, жалпы біздің абайтанудағы үлкен тұлғаларымыздың бірі Қайым Мұхамедханның шығармашылық мұрасына арналып отыр. Яғни мерейтойлық кезеңде өтетін әрбір шараның орны әрине өте жоғары. Ал енді Қайым жөнінде бұл тек қана бір мерейтойлық кезде ғана емес, ол Қайым туралы үнемі айту керек. Өйткені бұл Қайым Мұхамедханұлы бар өмірін Абайға арнаған ғалым. Қудалауытта көрді, қиыншылықта көрді, бірақ өзінің негізгі бастаған ойы мақсаты осы Абай мұрасын насихаттаудың, Абай шығармашылығын, Абайдың ақын шәкірттерін зерттеу бағытындағы өзінің жұмысын ешқашан тоқтатқан жоқ, және үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Сотталды да, анау 51 жылдардағы қаншама қиыншылықтарда көрді, бірақ мынау уақыттың бір ерекшелігі сол, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін Қайым Мұхамедханның біз еңбектерімен толық танысып, ғалым түр жөнінде тың пікірлердің барлығын қазір айтып жатырмыз. Сондықтан бүгінгі шараның маңызы да, оның ғылыми негізі де жоғары деп есептеймін. Бәрекелді. Көптен көп рахмет. Сөзден сөз туады. Жаңа Абайдың ақындық мектебі деп айтып қалдыңыз. Сол Абайдың ақындық мектебі жайлы, диссертациясы жайлы бірер сөз қозғап өтсеңіз, Қайымның Мұхамедханұлы. Жалпы Абайдың ақындық мектебі жөнінде ұстазы Мұхтар Омархан Әуезов Қайым Мұхамедханға арнайы тапсырады. Мынау Көкбай болсын, Шәкәрім болсын, Тұрағұл болсын, Ақылбай Мағауия болсын, бұларды зерттеу керек деп. Міне сол бағытта Қайым Мұхамедхан ұзақ жылдар өзінің еңбегін жасады. Сол кезеңдердің өзінде бірден екпінді газеті болсын, басқаларда өзінің зерттеулерін жасап, сол 51 жылдарға шейін көп жұмыстар жасалды. 51 жылы өзінің кандидат диссертациясын қорғады осы Абайдың ақын мектебі жөнінде. Бұл диссертациядан бөлек осы ақындардың шығармалары жинақталды ел ішінен. Оларды жинақтап арнайы кітап етіп жасаймын деген кезде, сол 1951 жылғы Абайдың ақындық мектебі тақырыбындағы диссертациясынан кейін жалпы біздің қазақ әдебиетінде үлкен дау шығып кетті. Біз Абайдың ақын шәкірттерді кімдерді қараймыз? Олар кімдер еді? Біз неге осы Абайдың ақын шәкірттеріне Көкбайды қосамыз, Тұрағұлды қосамыз деп саяси жағынан жаңағы айтқанда социологиялық таныммен өзгерістер жасап кетті. Қайым Мұхамедхан әрине қудалауға ұшырап кетті. Ал енді ол шындығында қарайтын болсақ, біз Абайды тану үшін Абайдың шығармашылығы, мұрасы, оның жаңа қара сөздері барлығы ол үлкен кең дүние болатын болса, сонымен бірге Абайдың ерекшелігі сол, ол өзінің артына қаншама шәкірттер тәрбиелеген, өзінің артынан үлкен әдеби мектеп қалыптастырған, өзінің ақындық дәстүрін қарай біздің жаңағы шәкірттер жалғастырып кеткен, осы бір үлкен тың тақырыпты Қайым Мұхамедханұлы алып шықты. Керемет. Келесі бір соңғы қорытынды сұрағым. Жалпы осы Қайым Мұхамедханов десе адалдық көз алдымызға келеді. Осы адалдық ұғымы жайлы. Жалпы мынау біз кеңес дәуірін қазір көз алдымызға елестетеміз ғой. Сонау алаш қайраткерлерінің мысалға атылып кетуі, сотталуы, қудалануы, одан кейінгі жаңағы 51 жылдардағы екінші келген бір дүмпу, бұл кезде де қудалау, мысалы жаңа Қайым Мұхамедхан сотталып жатыр, Бекмахановтар мысалға өте қиын жағдайлар мысалға бар. Міне сол кезеңдерде әрине Қайым Мұхамедханның ерекшелігі сол өзінің ұстазын болсын, басқа болсын, бір адамды сатпағандығы. Яғни ол өзінің танымдық, өзінің негізгі бағытында ғана тұрып, яғни кері пікір айту, ұстаздар жөнінде басқадай өзіме құтылып кете қалайын, басқаларға не болсын деген дүние емес. Ол шынайы өзінің ғалымдық бет бейнесін ұстап қалды. Сондықтан да жаңағы өзіңіз айтқандай, шынында да адалдық тұрғысынан Қайым Мұхамедхан өмірі биікте қала береді. Керемет. Тұшымды пікіріңізге, бүгінгі конференция жайлы ойыңызға көптен көп рахмет. Ісіңізге береке берсін. Рахмет көп.